Мен Бибосынов Сакен, Париж Олимпиадасының лицензия иегерімін. Мен боксты өз үйімде бастадым десем де қателеспеймін. Өзімнің ағам боксшы болған соң, бокс әліппесін өз ағамнан үйрендім. Болат Жұмаділов ағамыздан кейін екінші мәрте Олимпиадаға барғалы жатқан 51 келі салмақта боксшы атандым. Оған дейін Болат Жұмаділов ағамыздан кейін әлем чемпионы болған алғашқы 51 келі салмақта мен болатынмын. Алла қаласа Болат Жұмаділов ағамыздың күмісін алтынға айырбастағым келеді. Енді бірінші кезекте Париж Олимпиадасында біздің салмақта 16 ғана спортшы болады, барлығы іріктелген. Енді мен Токио Олимпиадасының қола жүлдегері болған соң, қазір таңда енді фавориттердің қатарындамын. Алла қаласа басқа фавориттерді ұтып, Парижде елдің намысын абыроймен қорғағым келеді. Соқыр жеребе дейді, жеребеге байланысты. Енді Хасанбай Досматов басқа тарапқа, мен басқа тарапқа түсіп жатсақ, ол да жеңіспен, мен де жеңіспен елдеріміз қуантып жатсақ, әрине ақтықсында жұдырықтасып жатсақ, нұр үстіне нұр. Финалда өзбек пен қазақ бокс текетіресін көргіміз келеді. Жанкүйерлер де соны күтіп жатқан сезінудемін. Барлығын жоспармен, бапкерлерінің айтқандарын бұлжытпай орындап, елдің қуантып, одан соң Хасанбай Досматовпен Париж төрінде жұдырықтасқым келеді. 3 жыл бұрын Токио Олимпиадасына келгенде өміріміз басқа жағына қарай өзгерді. Ел қарайды, қаншама жас спортшылар сені үлгі алады. Сол үшін жүріс-тұрысты дұрыстап, тәртіппен бір үлгі болатындай спортшы болу керек. Сол жағынан өзгерді. Енді қазір таңда менде опыт дейді ғой. Опыт Аллаға шүкір жеткілікті. Алла қаласа бабым кеп тұрса, бұйыртса, елімді тек қана жарқын жеңістермен қуантқым келеді. Негізі өмірде қарапайымбыз, тәртіптіміз. Аллаға шүкір, әке-шешеме, отбасыма, ағаларыма ешқашан сөз тигізген емеспін. Енді шаршалаңда қарсылас болғаннан соң ол жерде мінез көрсету керек. Мінезсіз спортшы болмайды деймін. Сол мінездің арқасында осындай жеңістермен қуантып жүрміз. Еліміздің болашағы жастардың қолында демекші. Өскелең ұрпағымыздың дені сау болу үшін жастарды нашақорлықтан, спиртті ішімдіктерден, шылым шегуден жастарымызды, өскелең ұрпағымызды спортпен айналысуға шақырамын. Енді қазір таңда елімізде Қазақстан діни басқармасының бас мүфтиі, одан соң әр мешітте имамдар бар. Жаңағындай жастарға дін жолын ұстанатын болса, әр имамға барып, әр мешітте өзі имамдары бар, білімді кісілер бар. Солардан дін жолында білім алса, теріс ағымға кетпейді деп ойлаймын. Сол үшін басшыға бағыну керек дейді ғой, сол имамдарымызға, бас мүфтиімізге бағынып, сол мешіттерге барып, білімді алу керек сол жерде. Жастарға айтарым, чемпион болу оңай емес, чемпион болу үшін қаншама қиындықтар болады, қаншама сынақтар болады. Соның барлығына сынбай шыдау керек, шыдаған адам ғана чемпион болады. Ең бастысы тәртіп керек, уақытылы ұйықтау керек, уақытылы барлық нәрсе уақытылы болып жатса, тек биік шыңдарды бағындырады. Ең басты жанкүйерім өзімнің анам, одан соң осы отбасым, келіншегім, ағаларым деп ойлаймын. Құрметті қазақ елі, қазақ боксының спорт жанкүйерлері бізге қолдау көрсетіп, жанкүйер болыңыздар. Алла қаласа сіздерді Париж төрінде еліміздің намысын абыроймен қорғап, сіздерді жарқын жеңістермен қуанту үшін аянып қалмаймыз. Бізге қолдау көрсетіп, жанкүйер болыңыздар.